Мына қаракөз қыздарға саясаттың не қатысы бар? Откликается наша работа, и вы бы хотели видеть таких встреч больше, будем рады вашей финансовой поддержке. Записывайтесь на лекцию. Тікелей қатысы бар. Бұл Қызыл Ту парақшасының жүргізушілері. Бұл парақшада көтерілетін тақырыптар марксизм, социализм, коммунизм. Мойындадым, маркетингтің сүйегін мүжгендер екен. Жастар мен жасөспірімдер аудиториясын жинап жатыр. Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік жағдайды пайдаланып, КСРО кезіндегі плановая экономиканы дәріптеуде. 20 маусым күні Алматы қаласында Тырнақшада лекция өткіземіз деп хабарлама жариялады. Ол лекция Достық даңғылындағы Новотель қонақ үйінде өтпекші. Арандату мақсатында 30 жыл бұрын ауысқан Достық даңғылын Ленин көшесі деп көрсеткен. Бұл лекция Тырнақшада негізі жиын, ал бұл жиында ресми акиматтан рұқсат алған ба? Белгісіз. Бұл жиында көтерілетін тақырыптар саяси экономика және марксизмнің әдеп ғұрыптары. Лекция оқитын Ресей экономистері Олег Камолов, экономика ғылымдарының докторы Рафаэль Абдулов және Алексей Сафронов. Алексей Сафронов Ресей президентінің жанындағы академияда жұмыс жасаған. Олар жиналып, Қазақстанда қазақ жастарына қандай экономиканы үйретпекші. Өздерінің экономикасы қазіргі күні быт-шыты шығып жатыр. Бұл жиынды өз қаражатымызға ұйымдастырып жатырмыз деп мәлімдеме жасады. Бірақ сену қиын, осындай үлкен экономистер осы қазақ жастарына экономика үйретейік деп тегін келмейді ғой. Сондықтан бұларды құзырлы органдар майшаммен тексеру керек. Жақсы, парақшаға тіркеліңіздер, екінші бөлімін жақын арада сала жатамыз.